Бәрі ойда жоқта болды. Гүлшаттың әкесі ауырмай сырқамай кенеттен қайтыс болды. Байғұс шешесі тап бір күн жарқырап тұрғанда төбесінен жай түсіп, үйінің 4 қабырғасы 4 жаққа құлап түскендей есеңгіреп есінен қалды. Азынай соққан суық желдің өтінде панасыз қалған жаннан бетер. Енді қайтсын, шиеттей бала шаға, Гүлшаттан басқа бас көтерген ешбірі жоқ. Оның өзі студент. Университеттің бастапқы курсында. Байғұс әйелдің бар қолынан келері аш күзендей бүгіліп, күндіз түні зар еңіреп жылау. Гүлшат үйдегі баланың тұңғышы. Бұрын кемпір шалдың көзі тірісінде Күнтайды анамау демей атымен атайтын. Әкесі марқұмның кәдек әуметін атқарып болып, қалаға қайтар күні аяныштан ет бауыры сұмдық езіліп тұрса да, сол бұрынғы әдетіне салып, «Күнтай», деді қатқылдау үнмен. «Мен сені парасатты әйел ғой деп жүрсем, жаман қатындар құсап мырқылдап жылай бердің ғой түге. Жетер енді. Мұнша баланы қалай жеткізем деп уайымдама. Құдайдан аман жүрсем, бәрін өзім өгіздей өрге сүйреймін», деді ол тәуекелге бел буған кесімді үнмен. Тік мінезді, адуы ненесі тіріліп келгендей селк етіп еш жиған шешесі жылай-жылай ісіп кеткен көзін әзер ашып, «Тентек қызау, сен жолы жіңішке баласың ғой. Қайтып өрге сүйремексің. Кейін күйеуің, ата-енең не дейді?» дейді қарлыңқы үнмен. Гүлшат екі қолын айқастыра құшақтап, қақ төрде қасқая қарап тұрып, «Саспа, күйеуге шықпаймын», деді де есікті сарт жауып, темір жол станциясына апаратын салдырлақ сары автобусқа мініп, қалаға тартып кеткен. Жаманат қабар құлақтарына тиісімен қаралы шаңырақтың қайғысын бөліскелі аңырап, жан жақтан ағылған ағайын тостағандарын бір-бір сулап алып, енді дастархан басында тым-тырыс шай сораптап отырған қаршадай қыздың сертке бергісіз сол сөзін естіп, тегіс жағасын ұстасты. «Құдай-ау, сонда әлі 18-ге толмаған бала екен ғой тіпті». Міне, содан бері де қанша жыл өтті. Гүлшат ешкімге салмағын салмай, оқуын жақсы бітірді. Өзінің ет тірлігімен тырмысып жүріп, сүт бетінің қаймағындай кілең игі жақсылар бас қосқан үлкен қалада қызметке қалды. Жатақханадан орын алды. Соның жалғыз бөлмесі өмірі адамнан арылмайтын. Адам болғанда бөтен біреу емес, үйілмелі-сүйілмелі өзінің інілері ғой. Бірінен соң бірі араға жыл аралатпай ауылдан кеп жататын. Бәрі де өз білімдерімен оқуға түсті. Сосын араға жылдар салып, дипломдарын алып, қайтадан елге кетті. Солардың тамағы да, киімі де қашаннан Гүлшаттың мойнында еді. Қанша қиналса да, сырт көзге сыр бермейтін. Бұлай қарасаң, 4 құбыласы түгел адам сияқты. Кигені жұртта жоқ былғары қара плащ, жасанды теремес, кәдімгі былқылдаған таза былғары. Етегі төгілген елтірі тон. Шіркін, елтірі болғандағандай. Сарғыш сұр, алтындай құбылған тасбера қара көл. Ойпырмай, дүниенің бәрі қат. Заман ауысып жатқан аласапыран жылдары соларды қайдан алды дері бар ма? Жасыратын несі бар? Бірде Гүлшат жолы түсіп, нағашысының ауылына барған. Ол кісі құм ішіндегі қойшыларға автодүкенмен тауар сататын. Бұрын кеңес үкіметінің керемет кезінде. Барса, үйінде басы қайықтай үлкен-үлкен былғары мәсілермен қазанбас генералдарға шақ қаракөл папақалардан көп нәрсе жоқ екен. Бәрі шаң басып, бір-біршта үйіліп жатыр. Ылғи бір өтпей, қоймада жатып қалған тауарлар. Кезінде басықтар ғана киген, қазір модадан қалған, тіпті ауылдың шалдары да басына сұқпайтын бас киімдермен кемпірлер ішіне қолп етіп түсіп кететін кең мәсіден Гүлшат мол қып сатып алды. Болар болмас тиын тебенге. Шешесі Күнтайдың тым тәуір ісмерлігі бар еді. Гүлшат сола келгендерінің бәрін сөккізіп, қайта пішкізіп, содан өзіне сырт киім тіктірді. Керемет, тал бойына құйып қойғандай жараса кеткені. Сол киімдеріне қызықпаған адам жоқ шығар. Қызықпағанда ше,
Қолы ұзын, қалталы біреулер болмаса, кез келген қыз-келіншектің түсіне де кірмейтін қымбат дүниелер ғой. Мұның арығын білдірмей, сыртқа жүнін қомпайтқан бөрі екенін кім білсін. Қала ауыл емес, іздеген жанға қосымша жұмыс көп. Гүлшат іштей, есектің артын жуда мал тап деп, өзіне өзі бұйыратында кез келген іске белін буынып, жеңілін түрініп, кірісіп кете беруші еді. Жеркенбей, ауырсынбай, қиналмай, кей-кейде шаршап кеткенде, осы інілерімнің өз қолдары өз ауыздарына жетсе, содан басқа арманым жоқ дейтін. Өзіне өзі. Енді Құдайға шүкір, қасында қалғаны тек әкесінің соңғы оғы кенже інісі. Ол да қазір студент. Таяуда ауылдан шешесі хабарласты. Бұрынғыдай бажырайып атын айтпай, шешесіне Күнеке деуге көшкелі де бірталай уақыт болған. Күнеке, мен телефон соқпасам, өзің хабарласпаушың ғой. Жайшылық па? Не болды деді, ішкі уайымын жасыра алмай. Оның орынсыз мазалап, жиі-жиі телефон шалмайтыны да рас. Қызы емес, арқа сүйер бауыры сияқты, бұған әбден сеніп кеткен ғой. Сөзді неден бастарын білмей, сәл тосылып тұрып қалған Күнтай. Аманшылық, аманшылық. Тентек қыз, жай бір ақылдасатын шаруа бар еді деді, сасқалақтап. Айта бер, құлағым сенде, Күнеке. Айтқанда не ғой? Әлгі анау, көмілжімей айтсаңшы. Әлгі Мұратжан үйленемін дейме? Мұратжан деп тұрғаны үйдегі ұлдардың үлкені. Үйленсе үйленсін, жасы 25-тен асқан жоқ па соның? Жас емес қой. Ол түгілі анау сүткенжеңде ерік берсем, қазір үйленетін түрі бар. Тек менен қорыққаннан жүрау деймін. Шашын сипалап, айналдынан кетпейді. Телефонына да тыным жоқ. Солайы солай ғой, бірақ... Не бірақ? Үйінде күйеуге шықпаған апасы бар деп, жұрт сөз қылатын көрінеді. Інілеріңнің бетіне сол шіркеу боп жүр. Қызық екен, елдің менде не шаруасы бар? Жұрттың сөзін қайтесің деп, бұл бұрқан-талқан ашулансын. Жарайды, ашуланбашы. Жұрт айтты демесең, олардың да сөзінің жөні бар сияқты. Сенен жаман қыздар байға тиіп, бала сүйіп, ақар-шақар үй боп отыр ғой. Ал енді сен кімнен кемсің? Тіпа-тіпа, тіл аузым тасқа. Екі бетің алмадай, қол-аяғың балғадай. Білім десе білімің, қызмет десе қызметің. Дей бергенде, Гүлшат телефон тұтқасын тарс еткізіп тастай салды. Көзін бір нүктеге қадаған қалпы, тас мүсін құсап, тапжылмастан ұзақ тұрды. Іші алай-дүлей. Япырау, сонда бұл қалай болғаны? Мұның күйеуге шықпағаны, кейін інілерінің бетіне шіркеу болар деп, бұрын соңды ойлап па? Біреу жұдырықтай жүрегін парша-парша тіліп, жарасына тұз себелегендей шыбын жаны шықырап кетті. Тіпті қу жанын қоярға жер табалсалшы. Осындай бауырмал қамқор апасы бар қандай бақытты жігіт деп, қыздар қайта бұлардың сыртынан қызғатын шығар деп ойлап жүрсе, неткен аңғалдық. Әйтпесе, бұдан 5-6 жыл бұрын жүрегін қолына ұстап, ізіне жүгіріп жүргендер жыртылып айырылып еді ғой. Ал қазір солардан маңында кім қалды өзі? Бәрі де шетінен үйленіп, үйлі баранды боп кеткен. Анда-санда жұмыс орнына іздеп кеп, мұның аман саулығын біліп кететін ұшқыш жігітше. Бұлайынша көрер көзге тым жақсы азамат сияқты. Бұрын бір әйел тастағаны болмаса, екі иығына екі кісі мінгендей. Баламыз болмағасын ажырастық деген. Рас өтіргін бір Алла білер. Соған тиіп алсам қайтеді. Көп болса ажырасып кетермін. Әйтеуір отырып қалған кәрі қыз дегеннен гөрі сол дұрыс болар. Ажырасып байдан қайтып келу дегенге қазір жұрттың көзі үйренген жоқ па? Қой, болмайды. Оған тисе, ешкімді менсінбей жүріп, ақыры қатын тастаған біреуге барды деп, тағы пыш-пыштар көбейеді. Одан басқа бойдақ жігіттерден кім қалды өзі? Гүлшат басын қанша қатырғанымен есіне түсіре алмады. Айтпақшы анау жүдеу өңді, орта бойлы жігітші? Тергеуші ме, адвокат па, кім еді өзі? Жарайды, мамандығын қайтеді. Анда-санда іздеп кеп жүретін. Қашан, қалай танысқандары есінде жоқ. Кезінде дұрыстап мән бермегесін ұмытып та қалыпты.
Сол өзі қазір қайда жүр екен? Талай рет мені жоқ деңдер деп тілдеспей тығылып қалғаны да бар. Келдің-ау, кеттің-ау деп бұл өзі онша елемегесін, ол да таяғын сырттан салуға көшкен бе? Бұл өз оймен отырып, есіктің тықылдағанын естімей қапты. Сізді сұрайды, деді інісі иегімен есікті нұсқап. Кім? Деді бұл иегін көтере інісіне сұраулы көзбен қарап. Өй, баяғы Әділбек қой, деген інісінің келген адамды жақтырмағаны немқұрайлы сөзімен тыржың ете қалған түрінен ақ көрініп тұр. Қызғанғаны ма, әлде Гүлшаттың өзі оң қабақ бермей жүргесін, ол да соны ыңғайымен айта салды ма, кім білсін. Әйтпесе, оның тап соған жасаған жамандығы жоқ. Немене, құрдасың беді? Аға деп неге айтпайсың? Деп інісіне қатаң ескерту жасады да, Гүлшат орнынан тұрып, ұзын дәлізге беттеді. Иә, Әділбек екі иығынан ентіге демалып келіп тұр. Жоғары қабатқа жүгіріп шыққаннан сауым өзі. Сәлем Гүлшат, сыртта машина күтіп тұр, тез шық деді де, бұның жауабын күтпестен дереу төмен қарай асығыс түсіп кетті. Түкке түсінсем бұйырмасын. Гүлшат та іле-шала сыртқа шықты. Тап күні кеше ол амандық жоқ, саулық жоқ, шықтың астын алып, бұйра сөйлесе бүйтіп ізіне ермек түгілі, есігінен қаратпай қуып жіберер еді. Амал жоқ. Уақытша болса да күйеуге шығатын біреу керек. Не істеймін деп басы қатып отырғанда Құдай айдап өзі келді. Енді оны қайдан кеудесінен итере қойсын. Әділбек шақыруын шақырғанмен мұны артынан келер деп мүлде күтпесе керек. Сәл абдырап қалды. Ал, күтіп тұрған машинаң қайда? Қайда барамыз деген қызға жігіт күмілжей төмен қарап, шекесін қасып, сәл қипақтап тұрды да, лезде бойын жинап шынын айтты. Қайдағы машина? Қайтер екен деп саған жай айта салғам. Осы жолы да қырсығып сыртқа шықпайтын шығар десем. Ту, не деген қызық жігітсің өзің? Көзге шыққан сүйілдей боп, енді осы жерде тұра береміз бе? Деді бұл кекесінмен. Онда анау қалың бақтың ішінде ел көзінен таса бір кафе бар, соған барайық. Мейлі, деп екі иығын қиқаң еткізді. Сауылдаған сарала, қызылала жапырақтарды кешіп, екеуі тал түсте бақ ішімен үн-түнсіз жүріп келеді. Жазға бергісіз мизам шуақ, лүп еткен жел жоқ, аспанда шайдай ашық. Дегенмен ауадан дымқыл күздің иісі аңқиды. Бұрынғы киноларда жігіт пен қыз түн қараңғысында айлы аспан аясында қол ұстасып қыдырушы еді. Шаңқай тал түсте біздікі қызық болды-ау деп Гүлшат мырс ете күлді. Неге біз жұрттың сценарийі бойынша өмір сүруіміз керек? Деді жігіт таңғала. Ал мен жұрттың сөзіне бола сценарий құрып, сенімен сөйлесуге шыққанды білмейсің ғой деп ойлады қыз. Түрі тым жүдеу екен. Жағына пышақ жанығандай. Киімі де жұпыны сияқты ма қалай? Гүлшат оған басынан аяғына дейін байыппен асықпай қарады. Тұңғыш рет бүгін көріп тұрғандай. Негізі саған осылай киінген жақсы жарасады екен. Жас қыздар сияқты көрінесің, деді Әділбек сүйсіне. Үнемі классикалық стильдегі түсі ауыр киімдер киіп, білектей бұрымын тастай қып төбесіне түйіп, қашанда хан қызындай хақиып жүретін Гүлшат бұл жолы ұзын шашын желкесінен бір буасап, үйде киетін жеңіл спорттық киіммен шыға салған. Жас сияқты көрінетіндерді қайтесің? Жап-жас қыздар маңайында толып жүрген жоқ па деп, Гүлшат көңіліне келген сөзді тежемей лақ еткізіп айта салды. Қарап тұрмай тілінен қағынған өзінен көрсін. Иә, жас қыздар толып жүргені рас. Жолап кетсең бірден, ағай, пәтеріңіз бар ма? Машинаңыз бар ма? Айлығыңыз қанша деп жаныңды алатын жас қыздар аз емес әрине, деді ол байыпты үнмен. Тіпті ауылда тұратын әкеме де бір жап-жас қыз тиіп алды. Шешеміз қайтыс болған бетте, егде тартқан жасына да, оншақты баласы барына да қарамай. Өгей шешеміз менен 2 жасқа ғана үлкен. Туған ағаммен түйдей құрдас. Бала кезден тұрмыс таршылығын көп көрген біреу шығар сірә. Екеуінің арасында бір жылы сезім болғасын бас қосты деп өзімде ойламаймын. Бақ ішіндегі жап-жасыл алаңқайда адамдар футбол ойнап жүр екен. Оларға шуылдай қарап тұрған жанкүйерлер қарамы да әжептәуір. Бір доп қашады, 20 шақты ақымақ қуады. Оларға 30-40 ақымақ шуылдап қарап тұрады.
Осыған жұрттың неге қызығатындарын түсінбеймін, деді Әділбек ойыншыларға сыртынан көз сап. Неге? Миллионер боп кеткен футболшылар бар ғой әлемде. Ақыл ой сайыстыратын шахмат болмаса, дөрекі спорт түрлерін спорт деп мойындамаймын. Түптің түбінде көз жұмсап, біреудің мұрнын сындыратын бокс сияқтының бәрі қалуы тиіс. Өткен ғасырларда Еуропада болған дуэльдер сияқты. Гүлшат оның ешкімге ұқсамайтын тың пікірлерін әлі де ести түскісі кеп, әңгімеге тамызық тастады. Штанга көтеріп жүрген чемпион қыздар ше? Ал енді әйел затының табиғатына мүлдем келмейтін кереғар нәрсе ғой, деді Әділбек сәл қызбалана. Сосын жақсы әйелдің бойына ерге тән қайрат жігер, қызға тән иба мен нәзіктік болу керек. Бұл пікірді өзім ойлап тапқан жоқпын. Ескіден қалған есті сөз ғой, дегенді қосып қойды. Бұлар бас сұққан кафенің тұтас бір қабырғасы айнадай жарқыраған үлкен терезе екен. Содан сол маңай тегіс көрінеді. Екеуі қалықтай жерге қонып жатқан сары қызыл жапырақтарға сырттай қарап отырып үнсіз тамақ ішті. Кешкісін бұл жер азан-қазан у-шу музыка, темекінің көк түтіні болатын шығар. Күндіз тып-тыныш екен, жанға жайлы тыныштық. Бұл жерде уақыттың өзі тоқтар-тоқтамас боп жүрісін баяулатқандай тіпті. Экраннан дыбыссыз кино қарап отырған сияқтымыз, деді Гүлшат. Жылдың осы мезгілі өзіме ерекше ұнайды. Саған ше? Әділбек қызды тосын әңгімеге тартпақ болды. Иә, күз адамды еріксіз ойлантады. Осы жасқа келгенше неғып жүрмін? Өмірде не тындырдым деп ойлайсың. Анамыз қайтыс болғасын, қарындастарым жан-жаққа тұрмыс көріп кетті. Әлі күнге ешкім солардың бірде-біреуінің артынан іздеп барған жоқ. Әлі бірде-біреуінің төсек орны берілген жоқ. Әкеміздің өз қызығы өзінде, менің жүрісім мынау. Сен өзің неге бармайсың? Құр қалай барамын? Қарындастарымның бетіне шіркеу болып, Сұрбойда ағасы екі қолын қалтасына салып, сопа басы жетіп келді демей ме жұрт? Бауырларына ұят келмеуін ойлаған тура мен сияқты деп түйді Гүлшат. Тым тәуір айлық аламын, алайда соны түк берекесі жоқ. Сірә баяғы заманда сүйектері қурап қалған дана шалдар бас екеу болмай, мал екеу болмайтынын мен сияқтыларға бекерден бекер ескертпеген болар. Ал ағаң неге бармайды? Оған өкпе жоқ. Бала шағасы жас. Студент кезімде аузынан жырып, тапқан таянғанын маған салып тұратын. Сен қатарыңнан қалмай, киініп жүр, қарның ашып қалмасын деп. Өзі де мектепте жақсы оқыған, бірақ мен алаңсыз оқысын деп жастай қара жұмысқа жегілді. Ағамның сол жақсылығын қалай қашан қайтарамын деп те уайымдаймын. Гүлшат Әділбекпен екеуінің арасынан іштей біраз ұқсастық тапқандай болды. Бәріне қабырғасы қайысып, бойына аз сіңбей жүр екен ғой. Қайтсын-ай, жүдеу жігіттің жүрегінде жатқан үлкен мұңды жан жүрегімен сезінген ол, бір сәт осынау жалған дүниеде өзінің содан жақын ешкімі жоқтай сезінді. Бірақ сырын сыртқа шығаруға қымсынды. Біздің Күнтай, шешемді айтамын. Әкесіз бала шала жетім, анасыз бала таза жетім дегенді кейде айтып қалатын, деді Гүлшат үнсіздікті бұзып. Ол өзі жастай жесір қалса да бар баласын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірді. Әлі күнге жарғақ құлағы жастыққа тимей шапқылап жүр. Қайтсем ұлдарды аяқтандырамын деп. Өйткені ол кісі кеме ғой. Және анау мынау емес, нағыз мұз жарғыш кеме, деді Әділбек. Гүлшат әуелі оның не айтқысы келгенін ұқпайда қалды. Апаң өлсе, жезден басқа әйел алады. Әкең де солай. Ал ана, қанша баласы болса да бәрін шашау шығармай, соққан алапат дауылға да, төпеп тұрған жауынға да қарамай, миуасы мол, шөбі шүйгін шуақты, арал іздеп, алға тартып кететін кеме емейне. Гүлшат өзі де, әке жезде, шеше кеме дегенді бала кезден естіп өсті ғой. Дегенмен ақыл тоқтатқан жігіттің албырт бала ұқсап, таныс мақалды сонша тәптіштей түсіндірген түріне қызыға қарап қалды да, «Иә, рас айтасың» деп еріксіз басын изеді. Екеуі сап-сары сағыныш тұнған сарала бақтың ішін үнсіз аралап, қас қарайғанша жүрді. Тек әйтеуір жатақхананың тұсына келген кезде, «Гүлшат, бүгін сені бар шаруаңнан қалдырған шығармын. Асығыс жұмыстарың жоқ беді» деп
Әділбек оның бетіне сынай қарады. Інімнің киімдерін үтіктеуім керек еді. Ертең сабақ қой. Бәрін неге өз мойныңа ала бересің? Жігіт емес пе? Өзі үтіктеп үйренсін. Ертең сен кеткенде не істейді? Мен қайда кетеді екем? Қанша уақыттан бері мен неге сенің ізіңде жүрмін деп ойлайсың? Сонда не? Аңдыған жау алмай қоймайды демексің бе? Жауың не? Мен өмір бойы жау емес, жаныңды оғар дос іздеп жүргем. Менің іздегенім ерге ер, серге серік болуға жарайтын сен сияқты жан. Жас қыз алғаның дұрыс қой. Кейін өкініп жүрмес үшін. Сол жас қыздардан сенің жолың да жөнің де бөлек. Айналып, үйіріліп, қайта-қайта неге саған келе береді дейсің деп, Әділбек Гүлшаттың қолынан аялай ұстап, алақанына салды. Жігіттің мысы басты ма? Гүлшат не дерін білмей көзін төмен салып, үнсіз тұрып қалды. Тұла бойынан жып-жылы бір сәуле жүгіріп өткендей болды. Тіпті не боп не қойғанын түсінер халде емес еді. Қанша жыл ширығып, ширап, өзінің заты нәзік қыз екенін ұмытып, нар көтерер ауыр жүкті арқасына салып ап, тағдырдың асу белдерінен жалғыз асып келе жатқан ол, жігіттің мойнынан тарс құшақтай алып, көз жасына ерік беріп, еңіз-теңіз егілгісі келді. Бірақ жылдар бойғы қалыптасқан әдетімен сырын сыртқа шығармай, өзін өзі ұстап қалды. Бүгін менің саған ең соңғы келуім еді. Қашанғы сандалып соңынан жүре беремін. Не де болса айтарымды жасырмай айтып, бір жағына шығайын деп ойлағам деп, Әділбек қоштасар сәтте таңғала бас шайқады. Гүлшат жатақханадағы жалғыз бөлмесі жарты патшалығына кірер-кірместен, ал Күнеке, тойға дайындала бер деп, телефон тұтқасына жабысты. Гүлшат өзін алда абыр-сабыр қызу тірлік күтіп тұрғанын, келін боп түсе сала, өзінен бұрын күйеуге тиіп кеткен қайын сіңілдерінің көрпе төсегін дайындауға білек сыбана кірісетінін. Сосын Әділбек екеуі төркін сағынған сол мақұлықтардың артынан іздеп барып, бұрын көрмеген құда жекжаттардың құрметіне бөлінетіндерін, көп ұзамай қошқардай қосыл тауып, кең пәтерлі болып, сол құтты шаңырақтарының іші күлкі мен шаттыққа толарын, төрінен өмірі қонақ арылмасын, жалғыз қайнағасының бар баласын оқытып, ол ма, жастай жесір қалған өгей енесінен тараған күллі ұл қызды аяқтандыратындарын қайдан білсін.